Barşаңызға қайырлы күн достар. Сіздермен Қаламқас каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге керемет француз круассанның рецептімен бөлісемін. Бізге қажетті заттар ұн, қант, тұз, сұйық май, бөлме температурасындағы сары май, бір жұмыртқа, құрғақ аштығы қажет, және де сары майымыз қажет. Үй температурасындағы себебі қазір арасына жағу үшін сіздерге түсінікті болу үшін көрсетіп жатырмын. Және де жылы сүт, жылы су қажет. Барлық ингредиенттердің мөлшерін осы видеоның астында описание бөліміне жазып қоямын. Ең алдымен құрғақ ыдысымыздың ішіне сүтімізді құямыз және суымызды құйып, үстіне қантымызды, тұзымызды саламыз. Жақсылап венчиктің көмегімен араластыра аламыз. Қантымыз еру үшін және де сұйық майымызды қосамыз. Жұмыртқамызды салып, үстіне бөлме температурасындағы сары майымызды саламыз. Жақсылап венчиктің көмегімен араластырып аламыз. Үстіне құрғақ аштығымызды салып, жүп-жұмсақ қамыр илеп аламыз. Үстіне ұнымызды аз-аздан сала отыра, жүп-жұмсақ, яғни қолға жабыспайтын қамыр илейміз. Қамырымызды осылай илеп алдық. Өте жұмсақ болуы керек. Енді бір сағатқа қамырымыз көтерілгенше жылы жерге бетін жауып орап қоямыз. Осылай бетін жауып жылы жерге қоямыз. Мінекей мен 2 сағатқа жылы жерге қойдым қамырымды. Мінекей осылай әдемі болып көтеріліп шықты. Қолымызды кішкене сұйық майға батырып қамырымызды аламыз, сонда қамырмен жұмыс істеу оңай болады. Екі қолымды кішкене майлап алдым. Енді қамырымызды қоятын жерді кішкене майлап аламыз, себебі жабысып қалады. Дөңгелектеп аламыз, осылай ұзыншалап. Бірнеше бөліктерге бөлеміз қазір. Бірдей қылып осылай бірнеше бөліктерге бөліп аламыз. Мінекей менде 10 бөлік шықты. Осылай барлығын дөңгелектеп дайындап алдым. Және де арасына жағу үшін бөлме температурасындағы сары май қажет болады. Және де начинкасына мен осындай малинаның вареньесін қолданамын. Шоколадта қолдануға болады, вареный сгущенка қолдануға да болады. Қоспай қойсаңызда да болады. Ол өз қалауыңыз бойынша жасауға болады. Мен осындай малинаның тосабын қолданамын. Және де қамырларымызды жайып шығамыз, жекелеп барлығын. Оқтаудың көмегімен қазір қамырымызды жайып аламыз. Қамырларымызды осылай жайып аламыз. Әрбір жайған қамырдың арасына бөлме температурасындағы сары майымыздан кішкене алып жағамыз. Майымыз ертпеуіміз керек, себебі қамырымызды жайған кезде майымыз ағып кетеді. Сол үшін осылай бөлме температурасындағы майды қолданамыз. Мінекей осылай жағып аламыз, толық барлық бетіне жағамыз. Сосын екінші қамырымызды қоямыз. Барлық 10 слойды осылай жағып шығамыз, май жағып арасына. Бірін-біріне осылай екі бетін келтіріп аламыз. Видеода көріп тұрғандарыңызда дәл осылай жасайсыздар. Мінекей екі қамырымызды жайып болдық. Енді 8 осындай күлшемізді жайып үстіне жапсырамыз. Мінекей қамырлардың барлығын осылай жайып шығам. Мінекей соңғы қамырды қояйын деп жатырмын. Осылай сары майымызды жағып шығамыз бетіне.
қамырымызды бастарын жақсылап біріктіріп аламыз шет-шеттерін. Осы қамырымызды жаямыз. Столдың көмегімен жақсылап жайып шығамыз. Мінекей, қамырымызды жайып алдық. Менде өте үлкен қамыр шықты. Енді осыны бөлеміз. Үлкен круассандар болып шығады менде. Қамыр үлкен болғандықтан сіздер ыңғайсыз болса, кішкентай қылып жасауларыңызға болады. Дәл осылай видеода көріп тұрғандарыңыздай кесіп шығамыз. Арасына начинка салсаңыздар да болады, самасаңыздар да болады. Мен жартылай салып, жартылай малинаны тосадым салыпсың. Мінекей, бір қасық алып, салып шығамыз қамырымыздың ішіне. Ағып кетпеу үшін жақсылап ораймыз. Мінекей, осылай орап шығамыз. Круассандарымызды осылай орап шықтық. Енді қызып тұрған табамызға осылай пергамент қағазын төсеп, круассандарымызды пісіріп аламыз. 180 градуста 35-40 минутқа пісіреміз. Табамызға салып шығамыз. Бетіне жұмыртқаның сарысын жағамыз. Араларын кішкене ашықтау болып қоямыз, себебі піскен кезде аралар жабысып қалады. Көпсіп піседі бұлар, көтеріліп. Сондықтан осылай арасын ашып саламыз табаға. Енді жұмыртқаның сарысын жағып шығамыз бетіне. Мінекей, круассандарымыз дайын болып шықты. Французский өте керемет, хрустящий, қытырлап, мінекей, қатпарлы болып шыққан. Бұл без начинка істедім, арасына начинка саған жоқпын. Қараңыздар, өте керемет шыққан, қытырлап тұрды. Сіздер де жасап көріңіздер. Видеоны соңдайдың көргендеріңізге рахмет. Сіздермен болған Қаламқас. Каналыма тіркелуді ұмытпаңыздар. Жанындағы қоңыраушаны басып қойыңыздар, себебі менде күнделікті жаңа рецепттер шығады.